Қайырлы күн, сіздердің назарларыңызға география пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалау және де 90 бойынша жиынтық бағалау ұйымдастыру және өткізу бойынша ақпарат ұсынамын. Оқушылардың оқу жетістігін бағалау Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы нөмір 125 бұйрығына сәйкес жүргізіледі. Критериалды бағалау формативті, яғни қалыптастырушы бағалаудан және де жиынтық бағалаудан тұрады. Бөлім бойынша жиынтық бағалауға бөлімді игеру барысында меңгерген оқу мақсаттары кіреді. Ұзақтығы 15-20 минутты құрайды. Оқушылардың деңгейі бойынша кері байланыс рубрика арқылы жүзеге асырылады. Назарларыңызға 7-ші сынып бойынша география пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау үлгісі ұсынылған. Географияның зерттеу тәсілдері бөлімі бойынша жиынтық бағалауда оқу мақсаттары, бағалау критерийлері, ойлау дағдыларының деңгейі және де БЖБ-ны орындауға қажетті уақыт көрсетілген. География пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық тапсырмаларды орындауда карта, глобус немесе тағы да басқа қосымша дереккөздер қажет болған жағдайда осы дереккөздермен оқушылардың түгел қамтуын ескеріңіз. Немесе дайын картаны БЖБ-ға салып, олардың баспадан шыққан кезде жақсы сапада болуын қадағалаңыз. 90-дық жиынтық бағалауға 90 ішінде меңгерілген барлық бөлімдер бойынша оқу мақсаттары кіреді. Спецификацияда 90 бойынша жиынтық бағалаудың сипаттамасы берілген. Бұл сипаттамада ойлау дағдыларының деңгейлері, тапсырма саны, ұзақтығы, тапсырмалардың реттілігі жөнінде ақпарат берілген. Және де әр тапсырмаға берілетін балл саны көрсетілген. Жұлдызшамен берілген пункттер өзгертуге болады. Яғни, мына берілген мысалда сіз тапсырманың санын өзгерте аласыз, тапсырманың реттілігін өзгерте аласыз, берілген уақытты және де тапсырма түрін өзгерте аласыз. Бірақ бөлімге берілетін балл саны, жалпы сан өзгеріссіз қалуы керек. Спецификация бойынша тапсырма әзірлеген кезде тапсырманың мақсатқа бағытталғандығын және де ойлау деңгейінің сақталғандығына назар аударыңыз. Мысал ретінде, географиялық карталар мен шартты белгілерді жіктейді деген оқу мысалы берілген. Ойлау деңгейі қолдану. Бұған сәйкес географиялық шартты белгілердің атауларын жаз деген тапсырма берілген. Бұл спецификацияға сай емес. Яғни бұл жерде бізде тек қана білу түсіну деңгейі көрсетілген. Ал келесі екінші мысалда бізде шартты белгілерді жүктеу тапсырмасы берілген, яғни бұл спецификацияға сай, оқу мақсатына сай келеді және ойлау дағдысына сай келеді. 90-дық жиынтық бағалаулар тексеріліп бағаланғаннан кейін модерация процесі жүргізіледі. Модерацияға әр сыныптан жоғары, орта және төмен деңгейді көрсеткен 3 оқушының жұмысы іріктелініп алынады.